Барларыңызға сәлем, құрметті достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Қуанышты медицина, мен Қуанышбек. Көптеген студенттерде маған хаттар келіп жатыр. Емтихан қиындап жатыр, не істерімді білмей кеттім, университеттен шаршап кеттім, мотивациям жоқ дегендей. Қандай кеңес бересіз деп сұрап жатыр. Бүгін кеңес беретін боламын, жақсылап тыңда. Жалпы мен өзім осы кезге дейін түсінгенім, сыртқы әртүрлі факторлар болып жатыр да, мына жерде. Анда адамдар тренировка жасап жатыр, ана жерде футбол ойнап жатыр, мына жерде құстардың дауысы шығып жатыр, мына жерде мен отырмын. Мысалы, мен мына шығып жатқан құстың дауысына ешқандай әсер беріп жатқан жоқпын, жынданып жатқан жоқпын, мына құс неге шулай береді, мына қарға неге қарқылдай береді деп жатқан жоқпын да. Ол маған норма, себебі бұл табиғат. Мына балалар да футбол ойнап жатыр, қазір менің видеомды бұзуы мүмкін да, доптың дауысымен. Бірақ мен оларға да барып айтпаймын, мен қазір видео түсіріп алайын, тыныш ойнай тұрыңдар деп. Неге алып келе жатырмын достар сіздерді? Бұл өте маңызды қабілет. Егер сіздер сыртқы орта осындай факторларға әсер ете беретін болсаңыздар, сіздер стресске түсе бересіздер. Мен мысалы қазір ана балаларға барып айтуыма да болады, айтпауыма да болады. Мен не үшін айтуым керек? Не үшін айтам? Мен ойнама десем, футбол олар ойнамай қалмайды ғой, олар бәрібір ойнайды. Немесе мына құсқа мен қазір мына жерде тұрып қанша жынданып айғайласам да, ол құс бәрібір өзінікін істей береді, бәрібір қарғылдай береді. Дәл сол сияқты теңеу, экзамен ол болады, әрқашан болған, саған дейін де болды, сенен кейін де болады. Просто сен оған өзіңнің көзқарасыңды өзгерту керексің. Оны дәл мынандай фактор ретінде қабылдап, сыртқы орта, сен оған деген тек көзқарасыңды өзгерту керексің. Егер сен емтихан қиын, емтиханмен қиналам, емтиханнан мен тек 2-3 алам, стипендиядан құлаймын деген ғана өзіңе ойларды беретін болсаң, дәл сондай болады, қарғаға айғайлап тұрғандай. Ал егер бәрібір деп жүріп, қарға айғайлап тұр, емтихан келіп тұр, бірақ мен қазір не болса да өзім сыртқы фактор, мен отырмын ғой қазір, мен видеомды түсіріп өзімнің контентіме видео жүктеп жатырмын, сіздерге кеңесімді беріп жатырмын. Дәл осындай подходты қолдану керек. Бұл өмірде достар, адамның білімі, адамның көпті көргені емес, адамның эмоционалдық интеллект рөл ойнап кетеді. Егер сіздер өздеріңізді тыныштандыра алатын болсаңыздар, сыртқы орта факторларына реакцияларыңызды аз беретін болсаңыздар, барлығы күшті болады. Осы ойларымды айтқым келді. Сіздерге Сайран паркінен жалынды сәлем.